Бірінші ауыр салмақта өнер көрсететін қазақстандық профи Серік Мұсаділов жақында ғана ақш-та кезекті кездесуін өткізіп, жеңіске жеткендігі баршаға белгілі. Ол Калифорния штатының Венис қаласында жергілікті былғары қолғап шебері Квинтал Томпсонды бірінші раундта нокаутқа жіберген болатын. Панда деген лақап аты бар қазақ жауынгерінің бұл кәсіпқой рингтегі 6-шы жеңісі болды. Ол 3 жылға жуық үзілістен кейін қайта рингке оралып отыр. Серіктің жалпы мансабы өте қызықты жағдайда өрбуде, оныкі ешкімдікіне ұқсамайды да. Мысалға, ол 2017 жылы мансабын бастағанда бір қараша айында 5 кездесу өткізген. Барлығы Мексикада ұйымдастырылды. Ол 5 қарсыласында нокаутпен ұтты. Енді міне қазақ пандасының ыстық алақанына тағы бір боксшы зардап шегіп отыр. Мен дәл қазір сіздерді бұл жігітпен аздыкем таныстырып өткім келіп отыр. Ол екібастұздық боксшы. Әуесқой бокста ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктері жоқ. Жасы 26-та. Бойы 1.75. Мансабындағы жекпе-жектерін 100% нокауттармен аяқтап отырғандығы еш нәрсені білдірмейді. Өйткені ол көбіне әлсіздермен рингке шығып келді. Бірінші ауыр салмақта бокстасу үшін оның бойының аласалығы әрине минус болып саналады. Мұнда бойшаңдар көбіне атой салады. Мысал ретінде осы салмақтағы демалыстағы чемпион Бейбіт Шүменовтің бойы 1.88. Қолының ұзындығы да 1.88. Көріп отырғандарыңыздай, Серіктен әлдеқайда бойшаң. Жарайды, біз бокс тарихынан аласа бойлы боксшылардың да атой салғанын білеміз. Ал плюсы, оның жастығы 26 жастағы жігіттің кәсіпқойдағы болашақ алда. Асықпау керек, жетістікке абайлап асықпай жеткен дұрыс. Серіктің салмағындағы чемпиондарға келер болсақ, Шүменовтен бөлек, мұнда француз Арсен Гуламерян супер чемпион, уақытша чемпион бельгиялық Риат Мерки, Илунга Макабу мен Юниор Дартикостарда түрлі тұжырымдардың чемпиондығын ұстауда. Көріп отырғандарыңыздай, мұнда әлем боксының жарқын жұлдыздары жоқ. Мұнда чемпион атану оңай деп те айта алмаймын. Десе де тырысып көруге болады. Тағы бір қуантарлығы Серіктің осы салмақта болуы. Бұған дейін біз жоғарыда аталған Шүменовтің жетістіктерімен мақтанып келдік. Бірақ енді оның қайта рингке шығуы шықпауы екі талай. Демек, крузервейтте бізде үміт артар спортшы табылды деген сөз. Серік мұнымен қоса мансабын белсенді жүргізуді қолға алған секілді. Өйткені ол келесі кездесуін қазан айының 24-не белгілепті. Әзірге қарсыласы белгісіз. Өтетін орны Майами болмақ. Міне осындай қазақ пандасы кәсіпқойдағы жорғын шынайы бастаған секілді. Біз оған сәттілік тілейміз. Сондай-ақ, соңғы күндері тағы бір екібастұз боксшысы Мұса Тұрсынғалиевті ел аузына іліге бастады. Бұған себеп Мұсаның Мексика боксының жарқын жұлдыздарының бірі Райан Гарсияға шақырту тастауы. Және бірінші рет тастап отырған жоқ. Өткен жылда Тұрсынғалиев Гарсияны жекпе-жекке шақырған болатын, бірақ қарсылас үнсіз қалды. Мұса кім? Ол да біздің жарқын проспектілеріміздің бірі. Еншісінде 10 жекпе-жегі бар. Барлығын жеңген, 6-ын нокаутпен аяқтаған. WBA NABA чемпиондық белбеуінің иегері. Ал Райан Гарсия болса WBO NABO чемпионы. Сондай-ақ WBC-дің Silver белбеуі де оның еншісінде. 20 жекпе-жекте жеңілмей 17-сінде нокаутпен ұтқан. Өте қауіпті қарсылас. Мұса инстаграмдағы парақшасы арқылы бұл жекпе-жекті көпшілік көргісі келеді. Мен Раянға қарсы шығып оны жеңе аламын. Бұл хайп емес. Егер ол келісімін берсе, жекпе-жекте дайындықты бастаймын дейді. Мұса Америкада тұрып осында жаттығу жұмыстарын пысықтап жүр. Жоғарыда айтылған боксшы Серік Мұсаділовпен бірге. Екеуі дос, жерлестер болғандықтан бірге қимылдайды. Мұса жеңіл салмақтың боксшысы. Бұл салмақта кәсіпқойда біздің боксшылар көп емес. Сондықтан жерлесімізге қызу қолдау көрсетіп жүрейік. Естеріңізге салсақ, ол соңғы рет 2019 жылдың 12 шілдесінде ақш-тың Холливуд қаласында жекпе-жек өткізіп, панамалық Рикардо Нуньесті 6-шы раундта техникалық нокаутпен жеңді. Бейне материал көңіліңізден шықты ма? Онда лайк басыңыз. Ұнамаса, ойланбай дизлайк. Арнаға қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Бейне материалды түрлі әлеуметтік желіде таратуға көмек берсеңіздер, тіптен тамаша болар еді. Айтпақшы, арнаға жазылуды ұмытпағайсыз. Уақыт тауып тамашалағаныңыз үшін мың алғыс. Батырлардың жорықтарында жолдары болсын.